Serip Bolsaylovich, Қазақта Abay-begi, Ibragim, Jomart. Қысқасынан қайырдық та. Qisqasidan Қысқасынан қайырдық та. Енді бізде рұқсат болса үш ауыз сөз досымызға деген, бауырымызға деген спорт саласында бірге болғаннан кейін бір-бірімізді кейіннен танытып. Енді ең бірінші айтады ғой, қазақ ол қасқыр мінезді қазақ дейді. Мұнда бізде Мұса пайғамбар болған барлықтарыңыз білетін шығарсыз. Мұса пайғамбар Алламен тікелей байланыста, тікелей сөйлескен жалғыз пайғамбар болады. Ол пайғамбар болады, ол барлық мұсылмандар біледі. Сонда бірде Мұса Алла тағаламен сөйлескенде, тілдескенде айтқан екен, қандай мұңым бар деген кезде, «Я Робби, мені адамдардың өсегінен құтқаршы» деген. Сонда Алла тағала айтқан екен, «Ей Мұса, сен кімсің? Адамдар, мені өсекте жатқан». Енді екіншіден айтады ғой, неге қасқыр мінезді қазақ дейді? Иттер дейді, қасқырды көрсе үреді екен да. Қасқыр итті көрсе үрмейді екен. Сонда өздеріңіз енді ары қарай ойындарыңызды түйіп аласыздар ғой. Үшіншіден, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам жәннат ананың табанының астында дейді. Аналарымыз аман болсын. Әкелеріміз аман болсын. Қарияларымыз аман болсын. Мен өзі Ардақтың осы бір сөзінен кейін ол көбіне түйіні түсінген қазаққа бұл өмірлік жеміс, түсінбеген қазаққа азап деп ойлаймын. Өйткені ананы құрметтеу жәнегі Ибрахим бауырымыз айтқандай, пайғамбарымыздың өзі 3 рет қайталап кеткен ғой. 4-ші рет біреу сұраған ғой сахабалардың ішінде, әкемізші деген кезде әкелеріңді де құрметтеңдер деп. Сонда 3 рет қайталап кеткен ғой. Сонда Арекең өзіміз звондап, Грузия елінде болсақ та, Ареке, біз сізбен біргеміз. Көзіме жас алдым дейді. Көзге жас келді. Сол айтқанда Ареке, біз сізбен біргеміз. Сіз қазақтың көшбасшысы болып ту көтеріп шықсаңыз, артынан қылыштары біз ғой. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді айтады ғой, келген жасыңыз құтты болсын. Елімізге, дінімізге, еңбегіңіз сіңіре беріңіздер. Басында келіп жәнегі әдеп деген бар, сол кішкене қысқа қайырымыз көлшіктер. Бұл сөзіміздің өзі керемет жаңа. Қуаныштымын досым, бар жақсылық тілеймін. Ай, бәрекелді. Қандай бір керемет. Өзіңізге ұнайтын нәрсені алып аласыз. Сыйлық бергенде де шапалап. Ай, бәрекелді. Бір фото жасайыншы. Бір фото. Қандай тамаша. Алайын былай. Әрбір жігіттің айтқан сөзі керек. Мына бүгінгі күн Арекең негізі керемет дүниені жасады.